Ал қыстап шықтыңыздар. Қыстап шығақ, әдемі. Бәрі болды. Тұрақтанып уже көңіл баяғыдай. Көңіл баяғы қаламен бірдей. Қаламен бірдей. Үйде су ағып тұр, үйге суға үйде үкіметке мыңдағы. Ой, сен үкіметті мақтай бересің екен, үкіметтің адамы емессің ба? Маған ана былтыр айтып еді біреу. Ана комментарийлерді оқимын ғой. Сон мен сенің сөздерің бар, сонда айтамын ғой, үкіметтің адамы деп жазып жіберді. Сол ғой, мен жүрген жерімде айтамын. Азу алты қарыс Қытайда, аюдай қырған Ресейде, 4 айда анадай қылып үй салып бермеген шығар. Енді Қытай салатын шығар, бірақ Ресейдің былтыр мына Қобда бар ғой. Қобдада орыс қазақ араласық қой. Олардың да тумалары мына Ресейде, мына Орынбор облысында былтыр соғыпты ғой жайықта. Сонда оларды да айтқан екен, енді олардың бір артық жасаған жері біздің мына блогерлер, енді мен өзімді блогер санамаймын, мен кішкене әлеуметтік жағын түсіреміз ғой. Блогер деген кішкене менің қаралым стандартты блогерлерден 100 есе төмен болады. Сол айтайын дегенім, неге біз шындықты айтамыз, а шындық ешкімге жақпайды. Бір ғана нәрсе бар да, неге? Бір ғана нәрсе. Бізде ана бірінші алғашқы көмекке 1000 айлық есептік көрсеткішпен 360 ба бір ақша берді ғой. Ол кезде Ресей 1 миллион берді да, сол кезде 1 миллион рубль. 5 миллион теңгеге береді ғой. Сол кезде біздің бәрі не Ресей дейтін мықты анау мынау. Бірақ біздікілер үй салып бергенде олар үй салып бермепті. Сол 5 миллионмен тоқтаған екен. Тфа бізде шөпке берді ақшаны. Шөпке де берді ма былтыр? Иә, шөпке де алдық. 500 мыңнан. 500 мыңнан. Әр түстің басына, Былтыр қазір оператор мына жаққа барып түсірейікші. Былтыр осы арада дым жоқ болды, мына рулон болды, үй болды. Түсіріп қарайықшы. Жұмыс адамы көріп тұрсыздар, қолында кілті бар, мана машинасын өңдеп жатты енді. Неге бұларға келдік? Мына машинадан кейін. Себебі дәл осы жерде былтыр тегіс жер, осы дәл осындай бір 10 шақты бума шөп тұр, басқасын бәрі теп-тегіс болды. Қазір енді ауылдың қазағын қарапайым қорасы. Оператор айналдырып түсірер, артынан қазір көрсетеміз. Ал Николайға керемет қылып қора салып алыпсыздар, қыстап шықтыңыздар. Мана айтып жатсыз, 500 мыңнан шөп басына енді алғашқы биылға орналасып кетуге көмек берді деп. Ал мал қалай қыстап шығардыңыздар? Мал әдемі қыстап шықты. Біздің жер жақсы ғой. Жер жақсы. Қыстай жайлап бізде. Февралда сатып, мартта кетті 1 ай. 1 айда, енді жайлап ретке келіп жатырмыз дейсіздер, өмір ретке келіп болып қалды ғой. Енді былтыр менің сізге айтқан бір сөзім бар. Сосын сіздің маған бір айтқан сөзіңіз бар. Ол бірінші менің айтқан сөзім, былтыр осы арада тұрып айттым. Есіңізде ме? Орталық батыс деген жолды біз қайта-қайта ұсынып жатырмыз. Мүмкін жеткен жерге енді мен оларда үлкен лауазым тұлға емеспін, немесе миллиардер емеспін, бірақ енді әлеуметтік желі арқылы ұсыныс береміз. Манағы көлік министрлігіне, экономика президенттің атына жазамыз, премьер-министрге жазамыз. Орталық батыс салу керек деп. Өткенде 14-ші наурыз күні президент мырза Көкшетауда ұлттық құрылтайда орталық батыс жолын салады дегенде мен дейтін ақкүйен түйенің қарын жарылғандай қуандым. Өткен себебі бұларды былтырда айттым ғой, жол азабы, ел азабы, ал жол байлығы, ел байлығы деп. Бұйырса мына дүкеннен былай қарай салынады дейді. Енді өткенде сосын мен тек бірден жақында Абылалиев болу керек, фамилиясы ұмытып қалып отырмын, міндетті емес, көлік вице-министрі келген кезде де айттым. Мына салынады деді, киікке қалай деп едім, оған да реттеп жатырмын, реттері бар. Бұлай түйетай қылып жайпақ қыламыз киік өтетін жерлерді деп. Онда реттеді. Жылдамдығын шектеуін береміз деп. Одан кейін киіктің миграциясы кезінде дүкен дейтін, не дейтін, Нұра дейтін ауылға алып қояды деп едім. Оған да қосымша салдыртамыз деп. Бұйырса. Енді сізге айтайын, мына осыдан 5-6 жыл бұрын Ақтөбе Астырқын тас жолын бастады ғой. Сол кезде қашан бітеді деп еді. 5 жылда бітті, тірі адам ғой, 5 жыл дым емес екен. Ал енді сіздің бір неңіз бар, маған айтқан сөзіңіз бар. Көп адам сенбей қалып қайттан Нұраның аяққа тұратынына дедіңіз. Солай ғой? Сенбейді көп адам, бұны болады деп ойлаған. Енді мен естідім, бірақ енді сіздің аузыңыздан естігім келіп тұр. Мынадай әңгімені. Мына нұралықтар өкініп қалып жер алып жатыр деп үй салуға. Сол шын ақпарат па? Жер алып жатыр. Ал сіз айта аласыз ба? Мысалы, сол естіген, мысалы, сіз Николайсыз ғой, Жаңбырбай, Мейрамбек, Әнуар деген жігіттердің атын, мысалы, тек атын, фамилиясымен емес, мысалы. Не айта аласыз? Мысалы, 1-2 адам атын айта аласыз ба, жер алып?
Албатын өзі көрген жоқ мен. Бірақ естідіңіз, е? Естідім, Албаты деп естідім, жер Албаты деп. Ауылдың адамдары, е? Дұрыс келген дұрыс ауылға. Ауыл көркейді, чоң. Қуанамыз келіп жатқан ауыл. Қуанамыз. Мана мектепте де мысалы Точно. 73 бала оқиды екен. Яғни жастардың өзі қазір қалаға шауып қашып кетті дегеннің өзінде де 73 бала деген бір үйге 63 үйге бірде бір баланың ретіне келіп тұр да, бір үйден бірде бір бала шығады деген. Қалада ол 0,65 сондай жобамен шығады коэффициентпен. Яғни демография жақсы деген сөз. Сосын мен бір нәрседен қуанып тұрмын. Өткенде ойылға барғанбыз біз. Ойылға барғанда мына байланыс нашар екен сіздерде, кәдімгі мына актив қазір 4G толық ұстап тұр 4G. Оғанда рахмет, бәрі су, байланыс. Бәрі келіп тұр, бәрі жақсы, рахмет. Тоқтың күші. Бәрі нормально. Тек қана жетпей тұрған жол дейсіз ғой. Жол, басқа ешкі жол. Жол болғаннан кейін аэропорт, аэропорт болғаннан кейін космодром. Ештеңе. Құдайға шүкір. Былтырда айттым. Құдайға шүкір, рахмет. Осы кісілерге бас-басына ескерткіш қою керек. Мына жолды көрдім енді. Бұйырса, тірі болсақ енді басталған жұмыс бітеді ғой. Енді былтырғы дәл осы мен сізге бір сұрақ қояйыншы. Дәл осы бір жыл кейін шегіліңізші. 24 жыл 23 апрель. Өзі сол кетіп болдық қой. Қандай көңілді кезіңіз? Ол өзі көңілсіз болдық қой. Уайым болдық. Қайда қалдық? Не істейміз, қайда барамыз? Осы салында ел ырза, халық ырза. Бәрі бар. Магазин бәрі істеп тұр ауылда. Қазір Жанарыс па, Жанғазы ма ана жігітке барам. Былтыр сол жігіттің жаңадан бастап салып жатқан кішкентай контейнеріне бір сауға алған шығар. Енді басқалай керемет. Енді мынадан не керек? Ауыл керемет керек. Мана айтқандай үкіметтің адамы болып бізге сол істеп тұрса басқа ештеңе керек емес. Мен енді қолымыздан келгенше біз ана әлеуметтік желіге, тиктокқа, инстаграм, фейсбукқа салған кезде бізге адамдар жазады, анда келіңіз, мында келіңіз, мәселелерін айтады. Мен айтамын, бізді ешкім қаржыландырмайды. Қазір бізді қаржыландыратын жеке осындай ел үшін азаматтар жұмыс жасап жүрейік, болайық деп айтатын кәсіпкер Жандос Жаңабай деген кеңес жиһаз дүкенінің басшысы. Ақтөбедегі. Соның бір сәлемдемесі болды, мына жаңадан бөбекжайға заттар алып берерсің, алып кетші деген. Бір шетелде іссапарда жүрген. Сол мана балаларға кішкентай тәтті, шырын тәттілер бергенмін. Енді ол біз айтатын, менің емес, жақсы жігіттің жақсылығын айту керек. Ел жалпы ауыл алтын бесік, қазақтың нағыз түбірі осы ауылдан шыққан ғой.